Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз 490 бойынша ең бірінші жиынтық бағалауды алатын боламыз. Яғни тиімді есептер тәсілдері бөлімі бойынша. Біз өткен сабақта бірінші нұсқасы бойынша түсінік берілген еді. Бүгін болса екінші нұсқасы туралы айтатын боламыз. Яғни есептерді сіздермен бірге түсіндіріле отырып, есептерді шығаратын боламыз. Бірінші тапсырма. Тиімді есептеу тәсілін көрсетіп, өрнек жаз және өрнектің мәнін тап. Демек, енді біз тиімді есептеу тәсілін орындаймыз, яғни көрсетіп жазуымыз қажет екен. Демек, енді біз не істейміз? Ең бірінші тиімді тәсілді орындау үшін 67-ге қосамыз 3-ті, 7-ге 3-ті қоссақ, тең болады 70. Ал енді 70-ге 25-ті қосамыз. Бұнда болады 95. Демек, өрнектің мәні 95-ге тең екен балы. Міне осылай біз тиімді есептеу тәсілін қолдана отырып орындаймыз. Міне, енді екінші есепте 25-ті қосамыз. Еске тиімді болу үшін 5-ті қосамыз, сонда болады 30. Ал енді екінші тиімді болу үшін 54-ге қосамыз 6-ны. Тең болады, яғни мәні қанша болады? 54-ге 6-ны қоссақ 60 болады. Енді 30-ға қосамыз 60-ты. Тең болады. Қанша болады екен? 90 болады екен. Демек, өрнектің мәні нешеге тең екен? 90-ға тең екен. Дәл осылай тиімді есептеу тәсілін көрсете отырып, өрнекті жазып, әрі өрнектің мәнін табады екенбіз. Келесі екінші тапсырма. Амалдардың орындалу ретін сақтап, өрнектердің мәнін тап. Балалар, ең бірінші ретін сақтап орындайтын болсақ, бірінші біз не істейміз? Жақшаның ішін орындаймыз. Демек, 70-тен 49-ды азайтамыз. Сонда қалады 21. 21-ді енді не істейміз? Одан кейін бөлеміз, ең соңында қосамыз. Демек, 21-ді 3-ге бөлсек, 7 қалады. 7-ні 7-ге қоссақ, өрнектің мәні 14-ге тең екен. Келесі есепте де ең бірінші біз не істейміз? Жақшашын орындаймыз. Одан кейін бөлуді, соңында азайтуды орындайтын боламыз. Демек, 7-ге 7-ні қоссақ 14 болады. 14-ті 2-ге бөлеміз. 14-ті 2-ге бөлсек 7 қалады. Ал енді 83-тен 7-ні азайтсақ, өрнектің мәні 76-ға тең болады екен. Келесі есепте дәл солай не істейміз? 76-дан 70-ті азайтамыз. Сонда қалады 6 қалады. 6-ға 3-ті көбейтеміз. 3-ті көбейтсек 18 болады. 18-ге 4-ті қоссақ, мәні 22-ге тең болады екен. Келесіде де біз ең бірінші бөлуді орындаймыз. Яғни, демек, бірінші бөлуді орындаймыз. Одан кейін екінші бөлуді орындаймыз. Екеуінің шыққан мәнін азайтамыз. Сонда 63-ті 7-ге, 63-ті 9-ға бөлсек, 7 шығады. Және 28-ді 4-ге бөлсек, 7 шығады. Демек, 7-ден 7-ні азайтсақ, қанша болады? 0 деген жауабы шығады екен балалар. Келесі үшінші есеп, есептің шартын құрып шығар дейді. Яғни есептің шартын құратын болсақ, ең бірінші есепті шартын мұқият оқып алып, содан кейін барып шартын құрамыз балалар.
Bir бумада 24 шар бар, ал екіншісінде одан 2 есе кем. Екі бумада барлығы неше шар бар дейді балалар. Демек, енді бірінші шартын құрамыз. Bir бумада 24 шар бар екен, ал екінші бумада 2 есе кем дейді. Енді 2 есе кем болатын болса, біз не істейміз? 24-ті 2-ге бөлеміз. Демек, сонда 22-ні 24-ті 2-ге бөлетін болса, 12 болады екен. Енді бұның барлығы қанша неше шар бар табу үшін бірінші бумадағы 24-ті 12-ге бөлеміз, 12-ге қосамыз. Бұл біз екінші бумадағы шар 12 екен. Демек, енді 24 пен 12-ні қоссақ 36 болады екен. Ал жауабы, енді балалар, жауабы екі бумада барлығы 36 шар бар екен балалар. Міне, тұрғандарыңыздай 36 шар бар екен балалар. Міне, осымен бүгінгі біздің 4-ші тоқсан бойынша тиімді есептеу тәсілдері бөліміне арналған жиынтық бағаларымыз екінші нұсқасын аяқтаймыз. Сіздерге мен сәттілік тілеймін. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.